Сәлем балақай. Бүгін біздер математика сабағынан 51-ші сабақ сандар, фигуралар тізбегі деген тақырыпта берілген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Көшедегі үйлердің номерлеуін түсіндір. Көшедегі орналасқан үйлерге қарайтын болсақ, тақ сандар бір қатарда орналасқан, ал жұп сандар екінші қатарда орналасқан. Сол жақтағы үйлердің номерін өсу ретімен ата. Өсу ретімен дейтін болса, кіші саннан үлкен санға қарай жүреміз. 1, 3, 5, 7, 9. Келесі оң жақтағы үйлердің номерін кему ретімен ата. Кему ретімен дейтін болса, біздер үлкен саннан кіші санға қарай жүреміз. 10, 8, 9, 4, 2. Келесі айырмалардың мәндерін тап, қандай заңдылықты байқадың. 9 айтылған 1 8, 9 айтылған 2 7, 6, 5, 4. Бұл жерде қандай заңдылықты байқадық? Үлкен саннан кіші санға қарай кеміп жатыр, азайтқыш өсіп жатыр, ал айырманың мәні кеміп жатыр. Келесі бұл ондықтармен де дәл солай. Келесі астында есіңде сақта деген бөлік берген. Тізбек белгілі бір орналасқан сандар немесе заттардың қатары. Яғни бұл жоғарыдағы сандар сияқты, тізбек дегеніміз. Ал келесі заңдылық белгілі бір ереже бойынша құрылған тізбек. Келесі қала көшелерінен қандай заңдылықты байқауға болады? Мына жердегі суретке қарайтын болсақ, жолдың арғы бөлігінде көп қабатты үйлер орналасқан. Әр үйдің арасында 2 ағаштан орналасқан. Ал жолдың бергі бетіндегі үйлер бұл 2 қабатты үйлер. Ал ол үйлердің арасында бір шыршадан орналасқан. Бұл заңдылық, яғни бір көп қабатты үй, 2 ағаш, бір көп қабатты үй, 2 ағаш, бір көп қабатты үй, 2 ағаш, немесе бір шырша, 2 қабатты үй, бір шырша, 2 қабатты үй, бір шырша және 2 қабатты үй. Осындай заңдылықтар орналасып, әрі қарай үйлер жалғаса береді екен. Үшінші тапсырма, қайда тұратыныңды айт. Мен, мысалға, бұл жерде өзіңнің қалаң айтылады, мен мысалы Ақтөбе қаласында тұрамын. Бұл сөзде 6 дыбыс бар. Біздің қала үлкен, онда көшелер мен үйлер көп. Мен өзің тұратын көше, мысалға Абай көшесінде тұрамын. Менің үйімнің номері 16. Осы сияқты өзіңнің мекен жайыңды, қайда тұратыныңды айта аласың. Менің ауылым немесе бұл ауылдық жерде тұратын оқушыларға қатысты. Келесі 4-ші тапсырма. Орналасу заңдылығын түсіндір. Бұл жердегі дөңгелектер жіпке заңдылықтар бойынша орналасқан. Кәне көрейік. Бұл жерде міне 2 көк, 1 қызыл, сары, жасыл. Қайтадан 2 көк, қызыл, сары, жасыл орналасқан. Келесі осы сияқты өзіңде қалаған тізбекті орналастырсаң болады. Түстерге қатысты болуы мүмкін, ол фигураларға қатысты болуы мүмкін. Мысалы, көк түсті бір төрт бұрыш болуы мүмкін. Келесі сондай төрт бұрыштан қызыл түсті болуы мүмкін. Қызыл түсті төрт бұрыш. Келесі жасыл түсті төрт бұрыш болуы мүмкін. Одан кейін ол тағда қайтадан қайталанады. Келесі көк түсті, одан кейін қызыл түсті, келесі жасыл түсті.
бұл заңдылықтары сақталып орындалып тұр. Міне көк, қызыл, жасыл, көк, қызыл, жасыл, әрі қарай да көк, қызыл, жасыл деп жалғастыра беруге болады. Бүгінгі сандар, фигуралар тізбегі деген тақырыпта берілген тапсырманы орындап шықтық. Келесі сабақта кездескенше. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.